Volkswagen Vento GL алдымызда 93 жылға 1.8 қозғалышымен механика қорабымен 1.200.000 сұрап тұрген бұл автокөлікке велюр салонымен 1.200.000 телефон номер осы жерде. Төбесінде осындай Vento, негізі өте экономдық автокөліктердің бірі, қаланың ішінде ары бері жүргенге. Велюр салон, механика, есіктері нық жабылып ашылады екен. Титан дискісімен жаздық дөңгелек кигізіп қойған. Көлікте ешқандай бір ақау көріп тұрған жоқ. Өз жасына, өз жылына жағдайы жақсы. Көріңіздер, көлігін алатса хабарласпаңыздар. Mitsubishi Galant сұраған кісілерге Mitsubishi Galant 96 жылға 1.8 механикасымен 1.850.000 телефон номер назарларыңызда. Алдың жетекте бұл автокөлік әдемі титан диск кигізіп қойыпты. Дөңгелегі қыстық екен. Велюр салон. Артында спойлері бар, және де парковкамен автокөліктің жағдайы осындай. Көлік қызық болып ұнап жатса, көріңіздер, хабарласпаңыздар. Келесі көлігіміз осындай американдық нұсқада Camry LE комплектациясымен қара түсте қыстық резинасымен түрген титан дискісімен өздеріңіз көріп тұрғандай 3/3 сұрап тұрған бағасы 98 жылғы 2-2 автоматымен. Автомат қорапта телефон номер экранда өздеріңіз көріп тұрғандай. Көлік қызық болып ұнап жатса, құрметті достар, көріңіздер, хабарласыңыздар. Көліктің жағдайы осындай. Lada Priora іздеп жүрген кісілерге осындай 2014 жылғы 1.6 механикасымен 2.800.000 сұрап тұрған бағасы бұл автокөлікке. Телефон номер назарларыңызда. Темір дискісімен жаздық баллон кигізіп қойған. Көліктің жағдайы осындай, әдемі осындай көк түсте. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Toyota Carina E іздеп жүрген кісілерге алдымызда 95 жылғы екен 1.8 2 миллион жазылған бағасы. Телефон номерді көрсетіп қояқ назарларыңызға. Механика қорапта екен. Автокөлік хэтчбек деп болып есептеледі. Carina E осындай жағдайдағы автокөліктің бірі. Toyotаның бәрі жақсы дегендей. Көріңіздер, хабарласпаңыздар. Көлік ұнап жатса. Осындай көк түсте Carina E универсал алдымызда. Toyota Carina жақсы жағдайдағы автокөлік деп жазып қойған екен. Бағасы келісімді. Телефон номеріне келейік. Телефон номер экранда өздеріңіз көріп тұрғанда есімен хабарласып қойсаңыздар болады. Төбесінде рейлинг, багажы бар. Титан дискісімен жаздық дөңгелек кигізіп қойған. Айналдырып бір түсіріп жіберейік. Осындай велюр салондағы механика қорабымен автокөліктің жағдайы осындай. Көріңіздер, хабарласпаңыздар. Сонымен осындай Honda Odyssey іздеп жүрген осындай қызыл ашық түстегі Honda Shuttle, кешірім сұраймын. Odysseyдің рулі оң жағында болса, Shuttle'дікі сол жағында. Бұл европалық нұсқада 98 жылға 2/3 автомат толық электро пакетімен дейді. Сұрап тұрған бағасы ең қызығы 3.700.000 сұрап тұр екен. Саудасы бар дейді. Телефон номер алдарыңызда. Автокөлік минивэн 7 орындық. Өзінің темір дискісімен тұр. Төбесінде рейлингі бар. Көлік жайлы не айтамыз? Көлік өте жақсы, өте практикалық түрдегі көліктердің бірі. 2/3 VTEC моторымен 16 клапанымен жүреді бұл автокөліктердің бірі. Өзім кезінде осындай көлікті пайдаланып бірнеше жыл айдағам. Көлік жайлы айтатын болсам, минивэн жақсы, ары бері жүргенге, отбасыңызбен немесе бір ұзақ сапарға шықсаңыз. Көріңіздер, осындай көлік іздеп жүрген кісілерге болса, хабарласпаңыздар. Mazda 626 осындай тым арзан іздеп жүрген көліктерді кісілерге Mazda 323 екен, 1.6 механикасымен 600.000 теңге. Телефон номер жазылған. Телефон айтыңызшы. 707 444 0729. Осы номеріне хабарласып қойсаңыздар болады. Болатын бағасы қанша тағы да? Келісеміз ғой. Келіседі дейді бауырым. Егер осындай көлік қызық болып ұнап жатса, немесе осындай көлікті іздеп жүрген кісілер болса, көріңіздер, хабарласып қойыңыздар. Көліктің саудасы бар.
Сонымен алдымызда арзан қатардағы Nexia 1 назарларыңызда. Осындай темір дискісімен 2006 жылғы 1.6 қозғалышымен 1.700.000 дейді. Телефон номері экранда өздеріңіз көріп тұрғандай, механика қорабымен. Автокөлік жайлын айтамыз, ешқандай ақау байқалмайды. Автокөлік Донс моторымен деп тұр. Өткенде бір кісі комментарий жазыпсың да, Донс дегенді Донс емес, Донг депті. Енді сіздер қалай ойлайсыз? Донг ба, жоқ Донс ба? Осы жайлы айтып берсеңіздер болады. Пікір қалдырып, көріңіздер, көлік ұнаватса хабарласып қойыңыздар. Алдымызда 97 жылғы минивэн Ipsum, Toyota Ipsum автокөлігі 97 жылға екі қозғалышымен автомат қорабымен 3.300.000 сұрап тұрген. Арзан қатарда бір байқап қалдық. Телефон номер назарларыңызда көрініп жатса 8775 350 36 76 номер телефонына хабарласып қойсаңыздар болады. Төбесінде осындай рейлингі бар, құймалы дискісімен. Дөңгелектері тым кішірек болып тұр екен. Өзінің размері емес ау, соған қарағанда. Көріңіздер, автокөлік ұнаватса хабарласып қойыңыздар. Дайва Матиз деп жүрген кісілерге осындай өте экономдық түрдегі автокөліктің бірі 2013 жылға 08 қозғалышымен механика қорапта 1.600.000 телефон номер экранда назарларыңыз өздеріңіз көріп тұрғандай. Төбесіне тіпті багаж орнатып қойыпты бауырымыз. Велюр салонымен. Енді электропакет толық деп айта алмаймыз, бірақ іші осындай шағын, өте үнемді варианттардың біреуі. Көлік ұнаватса хабарласыңыздар. Осы номер телефонына иесімен көріңіздер, хабарласыңыздар. Келесі көлігіміз Volkswagen Passat Universal. Бірақ төбесінде өздеріңіз көріп тұрған рейлинг жоқ, ешқандай құймалы дискісімен қыстық резинамен тұр. 1.650.000 деп сұрап тұр екен. Саудасы бар. 92 жылға екі қозғалышымен 5 сағаттан тұратын механика қорабымен телефон номер экранда өздеріңіз көріп тұрғандай. Велюр салонымен. Артында парковы бар. Көріңіздер, көлік ұнаватса хабарласып қойыңыздар. Nissan Primera келесі көлігіміз 94 жылға екі қозғалышымен механика қорабымен 950.000 теңге сұрап тұрған бағасы. Телефон номер экранда. Велюр салон деп жазып қойыпты Nissan Primera'ға. Осындай бағадағы, осындай жағдайдағы автокөлік іздеп жүрген кісілерге осындай варианттар бар, достар. Көріп хабарласып қойыңыздар, көлік ұнап жатса. Сонымен келесі көлігіміз S4 Audi. Осындай әйгілі S4-тердің бірі. Седан автокөлігі, өзінің құймалы дискісімен жазық дөңгелек кигізіп қойған. 2.8 қозғалышымен механика ма? Механика қорабымен 93 жылғы екен. Қандай мотор тұр ішінде? 2.8 мотор, 2.8 мотор. Велюр салонымен. Ішін бір ашып көрсетіп жіберейік. Осындай Audi іздеп жүрген кісілерге. Audi түсірмегенме біраз болыпты. Салон тап-таза, осындай әдемі көрініп тұр. Ішіне мынандай Ева поликтар салып қойған екен. Артында парков надим бар екен, достар. Парков жасап қойыпты. Моторын бір көрсетіп жіберейік. Қозғалышын 2.8 әдеттегіндей осындай моторлар тұрады Audilарда. Бағасы қанша? 3.5 деп сұрап тұр екен. Телефон номерін айтып жіберсең? 701 479 35-20. Осы номеріне хабарласып қойсаңыздар, осындай көлік іздеп жүрген кісілер болса, көлік иесімен арғы келісіп жатарсыздар. Тағы да бір Mercedes-Benz 213 шанақта, достар, 98 жылғы газ бензин 2.8 автоматымен 2.900.000 сұрап тұрған бағасы. Саудасы бар дейді. Телефон номер назарларыңызда. Саудаласып көрсеңіздер болады. Иесі шығып кеткен екен, көрінбейді. Автокөлік жабық тұр. Бірақ байқасаңыздар, көлік боялып, одан кейін лагы өңіп кеткен. Соған қарағанда сүйегі аман сияқты. Көріңіздер, көлік қызық болып ұнап жатса хабарласып қойыңыздар. Сонымен достар, біз автомобиль базары
Алматы қаласы Барыс базарында жүрміз. Автокөлік өте көп. Осы видео пайдалы болып ұнап жатса, осы видеоның астына лайк басып, міндетті түрде арнамызға тіркеліп қойыңыздар және өз пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Қазіргі жағдайдағы көліктердің бағалары қалай болып жатыр? Қымбаттап жатыр ма, арзандап жатыр ма? Сол жайлы сөз қозғасып кетіңіздер. Ал біз ары қарай жалғастырамыз. Audi S4 іздеп жүрген кісілерге 91 жылғы 2.3 механика қорабымен 1.800.8 телефон номер экранда назарларыңызға өздеріңіз көріп тұрғандай темір дискісімен автокөлік тұр. Автокөліктің жағдайы осындай. Мына жерінде бір ақау бар сияқты, ұрылған ба, тас тиген ба. 08 регионымен көріңіздер. Автокөлік ұнаса хабарласып қойыңыздар. Алдымызда ВАЗ-2106 Шоха деп атаймыз. Әйгілі Шоха 97 жылғы 1.5 механикасымен 650 мың теңге. Телефон номер экранда өздеріңіз көріп тұрғанда автокөлік оталып тұрған екен. Көшіртпе диесі титан диск кигізіп қойған. Осындай 05 региондағы автокөліктердің бірі. Көріңіздер, көлік ұнап жатса, осындай бағадағы көлік іздеп жүрген кісілерге осындай варианттар бар. Хабарласыңыздар.